Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін тауық етін терияки соусында жасаймыз және қасына бұқтырылған күрішпен бірге жасаймыз. Каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Ең алдымен болгар бұрышын сопақша етіп турап аламыз. Зімбірді ұсақтап тураймыз. Сарымсақты да ұсақтап тураймыз, немесе сарымсақ өткізгіштен өткіземіз. Тауықтың барлық еті жарайды. Мен төс етін алдым. Оны сопақша етіп тураймыз. Пиязды мен жанынан тураймын. Жарты ай қылып турасаңыз да болады. Екі шыны күріш алдым. Жақсылап тазалап 15 минутқа бұқтырып қоямын. 65-70 градустағы ыстық суға бұқтырамыз. Сонда күріштің крахмалы шығып, жақсы піседі. Соусын даярлаймыз. 1,5 ас қасық қант, 1 ас қасық бал, 7-8 ас қасық соя соусы, 1 ас қасық уксус қажет болады. Осыларды қанты мен бал ерігенше жақсылап араластырамыз. Күрішімізді асты қалың табада пісірген жөн болады. 2 шыны күрішке 2,5 шыны қайнаған су құямын. Су қайнаған соң күріштің 15 минутқа қақпағын жауып, баяу отта пісіреміз. 15 минут өткен соң қақпағы жабық күйінде 15 минут тағы да ұстаймыз. Екінші тавадағы майымыз қызған соң тауығымызды салып, бір жағын жақсылап қуырып аламыз. Қатты отта қуырамыз. Бір жағы қуырылған соң араластырып, екінші жағын қуырып аламыз. Осы қуырғанға шамамен 6-7 минут кетеді. Енді ұнтақталған қызыл ащы бұрышымызды, зімбірді, сарымсағымызды қосып жақсылап қуырып аламыз. Шамамен 2-3 минут. Енді көкөністерімізді саламыз да қуырамыз. Көкөністер жұмсарғанша қуырамыз. Шамамен 4-5 минут. Бір ас қасық крахмал қосамыз. Мен жүгері крахмалын қостым. Картоп крахмалын қоссаңыз да болады. Жақсылап араластырамыз. Алдын ала дайындап болған соусымызды үстінен құямыз. Шамамен 5-6 минут қуырып аламыз да қақпағын жауып қоямыз. Тамағымыз дайын. Рецепт ұнап жатса, каналға лайк басып, қолдап кетіңіздер. Пікір қалдырып, поделиться кнопкасын басып, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Жасалуы оңай әрі өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.